Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін маффини жасаймыз. Ең алдымен бізге крошкасын жасап аламыз. Ол үшін сливочный май, қант, ұн барлығын араластырып крошка жасаймыз. Ал енді бастаймыз. 2 жұмыртқа, қант, ванильный сахар араластырамыз. Осылай бір келкетіп араластырып аламыз. Енді ерітіп алған сары майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Сұйық май. Біріктіріп жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып араластырып қоямыз. Сүтімізді құямыз. Енді ұнды жайлап ситадан аз-аздан салып отырып араластырамыз. Осылай бір келкі масса шығуы керек. Осылай бөліп салсаңыздар жақсы, сонда бір келкі араласатын болады. Маффини мен кекстің айырмашылығы, маффинида төмен калория болады, және қант аз болады. Көбінесе начинкалармен жүреді. Сосын посыпкамен тағы да кез келген сахарный пудраны себеді үстінен. Ал кекста болса керісінше қанты көп, калориясы жоғары, және де үлпілдеп піседі. Какаоны салдық. Какаоны да осылай ситадан өткізіп алыңыздар. Барлығын бір келкетіп араластырамыз. Қараңыздар, шамамен осындай масса болу керек. Енді ішіне жаңғағын саламыз. Жаңғақты осылай майдалап турап салсаңыздар да болады, немесе майдалап езіп салсаңыздар да болады. Енді мінекей осындай формаларға кекстің немесе кез келген осындай маффинидің формасына, кез келген осындай формаға 2 аз қасықтан саламыз. Өте толтырып салмаймыз. Мінекей, енді ол өздеріңіздің формаларыңызға байланысты. Барлығына осылай салып шығамыз. Бетіне бағана жасап алған посыпкамызды себеміз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Неке қараңыздар, пісіп шықты. Иісі тамаша. Біреуін қазір ыстық екен, ортасын ашып көрсетейін. Байқадыңыздар ма, кекс пен маффиниде айырмашылық бар.
маффини кішкене тығыздау жүреді. Жұмсақ. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.